Сәлем, бұл Миратрикс. Мұнда біз фильмдерді шоламыз. 8 мамыр күні кинотеатрларымызға ерекше бір туынды шықты. Атауы «Сасық». Сол бұрқыраған иісі бар жаңа туындыға қолым жетті, енді ойымды сендерге жеткізбекпін. Әдеттегідей сюжеттен бастайын. «Сасық» фильмінің оқиғасы қазақ даласының түкпіріндегі ауылда өрбиді. Жасы ұлғайған, баспанасыз қалған ер адам бір күні НЛОның құлағанына куә болады. Ол ес-түссіз жатқан бөгде ғаламшарлықты тауып алып, оны ауылдың ескі әжетханасының шұңқырына жасырады. Ер адам бұл тіршілік иесінің бар екенін өзгелерге дәлелдеуге тырысқанымен, ауылдастары оны елемейді, тіпті мазақ етеді. Бірақ кейіпкер мен бөгде ғаламшарлықтың арасында ерекше байланыс орнап, бұл достық қартқа өмірге деген үміт сыйлайды. Оған дейін қарт өз-өзіне қол жұмсамақ болады дегенді айтуды ұмытып кеттім. Фильмнің режиссері танымал актер Ерден Телемисов. Соңғы 1,5 жыл бойы бұл кісі «Сасық» фильммен айналысқан еді. Бұл дүние Ерденнің алғашқы режиссерлік жұмысы. Шыны керек, Ерден айналасында жақсы команда жинай алды. Фильм продюсері анау-мынау емес Гүлнар Сәрсенова. Айка мен Моңғол атты Оскардың аржақ бер жағында жүрген фильмдерді жасаған кісі. Фильм қоюшы операторы Азамат Дулатов, елдің үздік операторларының бірі, сценарий авторларының бірі, 5.32 мен 12.86 сериалдарын жазған Сергей Литовченко, актерлік құрамда Бақытжан Әлпейісов ағамыз, Дулыға Ақмолда ағамыз және Шыңғыс Капин бар. Бұлардың барлығы жиналып алып, ерекше бір туынды жасауға атсалысты. «Сасық» жанрларды батыл түрде тоғыстырған фильм. Ол трагикомедия мен әлеуметтік драма ретінде басталып, отбасылық комедия мен ғылыми фантастикаға ұласады. Оператор Азамат Дулатовтың еңбегі көрерменге визуалды әсер қалдырады. Әсіресе бөгде ғаламшарлықпен байланысты сахналар ерекше шыққан. Арнайы эффектілер мен гримде сенімді көрінеді. Бөгде тіршілік иесінің бейнесі нанымды жасалған. Айтпақшы, фильмді көргендерің болса, арада бөгде тіршілік иесін кім ойнады соны айта аласыз ба? Мен мысалы бірден танымадым ол актерді. Сосын титрдан кім екенін көріп қатты таңғалғаным бар. Дегенмен, жанрларды араластырған киномайталмандар мүмкін режиссердің тәжірибесі азынан шығар, ақыр қандай жанрда кино түсіргенін түсінбегендей. Телемисов фестивальді кино түсірді, фильмде ешбір асығыс жоқ, алайда тақырыбы коммерциялық болғаннан соң түсініксіз бірдеңе шықты. «Сасық» кішкене комедия, кішкене әлеуметтік драма, кішкене фантастиканы бойына сіңіріп, ақыры кішкене ұйқаспағандай көрінеді. Ғаламнан келген қонақтар туралы тақырып кино әлемінің ең танымал бағыттарының бірі. Жалпы жанрдың алғашқы фильмдерінің бірі саналатын 1951 жылғы «Жер тоқтаған күн», Спилбергтің үлкен хитіне айналған 1982 жылғы «E.T», яғни «Инопланетянин», және соңғы 10 жылдықтың ерекше туындыларының бірі 2016 жылғы «Келу» секілді фильмдерде адамзат пен бөгде өркениеттер арасындағы байланыс түрлі қырынан көрсетіледі. Ал «Сасық» болса, бұл тақырыпты ерекше ракурстан көрсетеді. Бөгде ғаламшарлық қазақ ауылындағы шеттетілген кейіпкермен байланыс орнатады. Бұл оқиға арқылы фильм адам жалғыздығы, қабылдау мен достық сынды әлеуметтік мәселелерді көтереді. Мұнда да бір әттең-ай бар бірақ. Қазақстанда мұндайды бұрын түсірмеген. Авторлардың махаббатпен жұмыс істегендері көрініп-ақ тұр, алайда «Сасық» әлемдік киноны көрген көрерменге жаңа еш нәрсе ұсынбайды. 2023 жылы шыққан «Джулс» деген фильм бар. Ондағы басты кейіпкер Милтон Робинсон. Оны Бен Кингсли атты Оскар иесі ойнайды. Қартайған, жалғыз тұратын сәл оғаштау адам. Оның тыныш әрі бір сарынды өмірі бір күні ауласына ұшатын тарелка құлап түскеннен кейін күрт өзгереді. Сол жерден бір бөгде ғаламшарлық шығады. Милтон оны «Джулс» деп атап үйіне алып кетеді. «Джулстың» да көтеретін тақырыптары «Сасықтағыдай». Қарттық пен жалғыздық, достық пен түсіністік, өмірді өзгертер тосын кездесулер, абсурд пен мұң аралас жеңіл юмор бәрі бар сол фильмде. «Сасықта» да сондай болу керек еді негізі. Фильм сыншылар тарапынан, жаңағы «Джулсты» айтам, сыншылар тарапынан жақсы пікір алды. Әсіресе Бен Кингслидің актерлік шеберлігі және фильмнің жылы адамгершілікке толы атмосферасы жоғары бағаланды. Бұл арнайы эффектілерге толы бөгде ғаламшарлықтар туралы фильм емес, керісінше қарттық пен өмірдің мәні жайлы әсерлі әрі қарапайым оқиға болып шықты. «Сасықта» сондай фильм болуға тырысады, бірақ отандық туындыда «Джулсты» ерекше қылатын баланс жоқ. Содан болар қазақстандық фильм біртүрлі көрінеді. Содан қандай кино ұнататын көрерменге арналғаны түсініксіз болып қалады.
мысалы кейде ол фильм жаңағы кәдімгі отбасылық комедияға айналып кетеді, дегенмен отбасы болып жаңа әжетханада тұратын бөгде ғаламшарлық туралы фильм көру кішкене адамды кинотеатрға тартпайтын сияқты. Фантастиканы жақсы көретіндер де қазақстандық комедияға қызықпайтын сияқты. Қазақстандық комедияны жақсы көретіндер мынау біртүрлі Рамазан Амантай жоқ ішінде деп айтуы мүмкін. Сондықтан фильмді көретін көрерменнің бет-әлпеті қандай, соны түсінбейсің. Дегенмен фильмде кейіпкерлердің бәріне жақсы назар аударған, әр кейіпкердің сюжетте өтіп шығатын жолы бар. Алайда жолдарын алдын ала болжау қиын емес, онысы да фильмге ерекшелік қоспайтыны анық. Дегенмен Сасық қазақстандық кинодағы батыл эксперимент. Әртүрлі жанрлардың үйлесімін табуға тырысқан бұл фильм инопланеталық шабуыл тақырыбын ерекше тұрғыда қарастырады. Кино өзінің ерекше идеясы мен визуалды тілі арқылы көрермен назарын аудартуға тырысады. Әрине баяндау қарқыны мен жанрлық тепе-теңдік жағынан кемшіліктер бар шығар, бірақ фильм өз ерекшелігімен есте қалады. Сонысы басты бір қағида емес па кино туралы жалпы. Фильмнің беретін эмоциясы бар ең бастысы. Ал біз киноға эмоция алу үшін барамыз ғой, дұрыс па? Оған қоса қазақша сөйлейтін өзге өркениет өкілін біздің көрермен әлі көрген жоқ. Ерден Телемисов ағамызға айтарым, бастамаңыз құтты болсын. 1,5 жылғы еңбегін бағалап қайтыңыз, сосын комментарийде талқылап тастайық. Басқа менің айтарым жоқ. Келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.